Сәлеметсіздер ме? Google Chrome браузерін ашу керек болады. Және де Google Chrome браузерін ашқан кезде бізде жоғарғы жақта Google-дың мүмкіндіктері соның үстіне басамыз. Және де бізге бұл жерде керегі Google дискі. Google дискінің үстіне басамыз. Google дискіміз ашылды. Және де бұл жерде қазір создать батырмасын басамыз. Не қарасаңыз, бізде Google документ, Google таблица, презентация және де форма деп тұр. Бізге керегі Google форма. Бұл жерде бізде жаңа формамыз ашылды. Яғни бұл жерде бізде пәнді жазып кетеміз. Қандай пән бізде? Информатика және де сынып. Сыныпты жазамыз. Нешінші сынып? 5-ші А сыныбы болсын. Б сыныбы болсын. 5-ші Б сыныбы. Енді бұл жерде бізге керегі ең бірінші сұрақ бізде оқушының аты жөні. Аты жөні. Бұл жерге обязательный вопрос. Обязательный вопрос дегенді таңдаймыз. Және бұл жерде бізге керегі текст строка дегенді таңдаймыз. Және де бұл жерде яғни бала міндетті түрде атын жазып кететін болады. Екінші сұрақ бізде сынып. Мысалы бізде параллель сыныптар бар. Сыныбы келесі 5-ші бізде Б сыныбы бар. Келесі 5-ші Б сыныбы. Таңдадық. Яғни бізде бір тест арқылы 4 сыныпқа бірдей жібере аламыз. Бір тестті. Келесі екінші сұрақты қосамыз. Және де сіздер өздеріңіздің тесттарыңызды Word-ға түсіріп алсаңыздар болады. Мысалы мен Word-ға түсіріп алдым. Word-дағы тестімді ашамын. Бірінші сұрақ мысалы осыны копировать етіп аламын. Копировать ету үшін Ctrl-C-ны бассаңыздар копировать етіледі. Және де ставить ету үшін Ctrl-V. Міне бізде сұрағымыз қойылды. Енді жауаптарын мен өзім дұрыс жауабын жирный шрифтпен белгілеп алдым. Өзіме ыңғайлы болу үшін. Сіздер де солай жасасаңыздар болады. Екінші үш жауап белгіледі. Дұрыс жауабын белгілейміз. Дұрыс жауабын белгілеу үшін осы ответы деген үстінен басамыз. Дұрыс жауабымыз қайсы, соның үстінен басамыз. Міне дұрыс жауабымыз белгіленді. Сосын дайын батырмасын басамыз. Қарасаңыздар, бұл жерде галочка тұр. Енді келесі екінші сұрақты қосамыз. Екінші сұрақты тағы да Word-қа кіреміз. Сұрағымызды копировать етіп аламыз. Сұрағымызды копировать етіп алдық. Сосын ставить Ctrl-V батырмасын басамыз. Және де жауаптарын бірден копировать етіп алсаңыздар болады. Мысалы А-дан А, Б, С, Д, Е. Мысалы барлық 5 жауабында копировать етіп алдым. Сосын бірінші вариант дегенге қойсаңыздар, ол автоматты түрде өзі қойып береді. Сонда А, Б, С, Д, Е жауаптар. Енді бізде дұрыс жауабы бізде болды Б. Жаңағыдай ответті басамыз. В жауабын белгілейміз. Тестті осылай жасауға болады. Енді сақтау үшін біз отправить дегенді басамыз. Және де бұл жерде сіздер электронды почтаға тағы да басқа интернет желісіне жіберсеңіздер болады. Немесе осыны бассаңыздар сілтемесін көшіріп аласыздар. Мысалы копировать. Вот біз копировать етіп алдық. Енді бұл сілтемені сіздер WhatsApp-ға өздеріңіздің группаларыңызға жіберсеңіздер болады. Сау болыңыздар. Назарларыңызға рахмет.